Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қалайсыздар? Жақында Инстаграм жеке парақшама оқырмандардың біреуі мынандай бір сұрақ жіберген екен жекеме. Ержан, саламатсыз ба? Маған ақылыңызбен көмектесесіз бе? Мен енеммен тұрамын, бірақ әрдайым ұрсып қаламыз. Сөзге келіп қаламыз. Менің де жаман қасиетім бар, сөз қайтарамын. Енемді жақсы көре алмай жүрмін. Жүрегімде бір тас тұрғандай, бөлек шығармаймын дейді. Қалай сабырлыққа келуге болады? Осындай бір сұрақ жолдаған екен. Жалпы бұл келін ене қарым қатынасы бойынша бұл біздің қоғамымызда жиі кездесетін проблемалардың біреуі. Жеке консультацияларға да көп кісілер осындай проблемалармен келеді. Солармен жұмыс істеуге тырысамыз. Бұл ерлі-зайыпты арасындағы қарым қатынасқа, бала тәрбиесіне байланысты мәселелерге әсер етеді. Біріншіден мынаны ескеру керек, біз жалпы қазақ халқы ретінде ұлттық салт дәстүріміз бойынша біз үлкен отбасыларға жатамыз. Яғни мысалға Европадағы, батыстағы, Америкадағы отбасылар егер былай айтқан кезде бір ячейка дейді ғой, бір клетка сияқты өмір сүретін болса, мамасы, папасы, баласы, мүмкін 2 баласы болды. Ал бізде кішігірім бір отбасының өзі кішігірім бір қоғам ретінде қалыптасады. Яғни ол жерде ата, әже, әке, шеше, көкелер, әпшелер, туысқандар, бөлелер, нағашылар, жақындар деген сияқты әпкелер, інілер, жиендер кете береді. Яғни бір ауылдың ішінде көптеген кісімен қарым қатынасқа байланысқа түсеміз. Негізі психологиялық тұрғыдан ерте жастан осы үлкен бір қоғамның ішінде өсу баланың психологиялық тұрғыда толыққанды өсуіне жақсы әсер етеді. Енді бірақ проблемаға келетін болсақ, мынаны ұмытпауымыз керек. Біріншіден, бұл дүние жалпы имтихан дүниесі, бір сынақ дүниесі. Барлықтарымыз не де болса түрлі мәселелерді сыналамыз, имтихан боламыз. Егер Алла тағала сіздерге осы мәселемен енеңізбен, ата-әжеңізбен бірге тұру, солармен сыналу жазылған болса, сіздің бойыңызда соны көтере алатын күш бар, жігер бар деген ұмытпаңыз. Немесе одан да ауыр мәселелермен сыналуға сіздер дайын емес екеніңізді біліңіздер. Енеңіз болмаса, күйеуіңізбен сыналуыңыз мүмкін, алқаш, наркоман болуы мүмкін, балаңызбен сыналуыңыз мүмкін, инвалид болуы мүмкін, ауру болуы мүмкін, түрлі қиыншылықтар болуы, өз әке-шешеңізбен сыналуыңыз мүмкін. Мысалға, қаншама жастар қазіргі таңда өз әке-шешесімен қиналып жатыр, бауырларыңызбен сыналуыңыз мүмкін. Яғни Алла тағала егер ондай емес, дәл осындай сынақ беріп жатса, сіздің осыны көтере алатын потенциал бар екеніңізді біліңіз. Жалпы қоғамда алып қарайтын болсақ, барлық адамдардың бойында белгілі бір проблема бар, белгілі бір қиыншылық бар, белгілі бір сынақ бар. Ешкімнің өмірі жеңіл емес, ешкімнің өмірі жайдан жай емес. Олай-былай Инстаграмдағы әлеуметтік желілердегі әдемі суреттеріне қарап, бәрі бақытты өмір сүріп жатыр, тек қана мен қиналатынмын деп ойламаңыз. Әрқайсысының бойында белгілі бір проблемалар бар. Бақытты адамдар мен бақытсыз адамдардың айырмашылығы проблемалардың болып болмауында емес, бірдей проблемаларға әртүрлі көзқарастың болуы. Яғни кейбірлер проблемаларға жақсы жағынан қарайды, жақсы ойлауға тырысады, өмірден ләззат алады. Ал кейбір кісілер проблемаларға түңіліп қарайды, сол проблеманың астына езіліп қалады да, ешқандай бір жақсы жағынан көре алмайды. Сондықтан олар өмірде бақытсыз болады. Сіз де бақытты болғаныңыз келсе, осы ұстаным бойынша өмір сүруге тырысыңыз. Яғни әр мәселеге жақсы жағынан қарау, жақсы ойлау және жақсы көру, өмірден ләззат алу. Жақсы қарайсыз, жақсыны көресіз, сол арқылы жақсы ойлай бастайсыз. Жақсы ойлау алғандықтан өмірден есесіз ләззат ала бастайтын боласыз. Осы ұстанымыңыз керек екенін ұмытпаңыз. Екіншіден, үлкен кісілермен, қарт қариялармен тұру, бұл өте сауапты іс екенін ұмытпау керек. Яғни қарты бар үйдің ешқашан берекесі, рызық несібесі азаймайды. Олармен бірге тұру, оларға қызмет ету өте үлкен сауапты іс екенін біліңіз. Яғни егер мысалға Алла тағаланың ризалығына бөлену үшін, сауап іс жасау үшін, жақсы жасау үшін қажылыққа бару керек, намаз оқу керек, құлшылық жасау керек, сауап жасау керек, қиындықтардан өту керек болса, сіз былай айтқан кезде күнделікті өмірде
сол кісілермен бірге тұру арқылы, оларды ренжітпей көңілін алуға тырысу арқылы сағат сайын, минут сайын сауап алып жатсыздар. Осындай бір сауап мүмкіншілігінен айырылмауға тырысу керек деп ойлаймын. Одан кейін жалпы олардың болуы арқылы Алла тағала үйіңіздің рызық несібесін арттырады, берекесін арттырады, сізді әртүрлі бәле-желдерден сақтайтын болады. Оған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көптеген нелері бар, жақсы хадистері бар, еліміздің жақсы күшті мақал-мәтелдері бар. Соларды ескерген жөн, олар өйткені жайдан жай емес. Ал енді психологиялық тұрғыда мәселеге қарайтын болсақ, қарт кісілердің әлсіз екендерін ұмытпау керек. Сіз жас болғандықтан психологиялық тұрғыдан, физиологиялық тұрғыдан олардан күштірек, мықтырақсыз. Мықты мен әлсіз кездескен кезде, мықты мен әлсіз бір нәрсеге таласқан кезде, әрдайым мықты болған басиет, мықты болған қадам жасайды. Мысалға, бір бөлмеге кіріп келген кезде, ауру адамды көрген кезде, ауру адам төсегінен тұрып сәлем бермейді, ал сау адам алдына барып сәлем береді. Немесе бойы ұзын мен бойы қысқа адам кездескен кезде, қысқа адам орындыққа тұрып, үлкен адаммен, бойы ұзын адаммен амандасуға тырыспайды. Биік адам, ұзын адам не істейді? Еңкейіп, кісілермен, өзінен төмен кісілермен не істейді? Оларға қарай бас иетін болады. Мысалы, ересектен кішкентай баланы алатын болса, екеуі отырып бір нәрсеге таласпайды ғой. Ересек адам үлкен болғандықтан жарайды дейді да, қоя салып, баланың бала екенін біледі. Сіз де үлкен кісілердің белгілі бір өмірде қиыншылық көрген, сондықтан жүйкесі тозған, шаршаған болуы мүмкін, көңілі қалған болуы мүмкін, ішіне көптеген реніштер жиналған болуы мүмкін, сондықтан кішкене нервный болуы мүмкін екенін есту керек, қабылдау керек, және оларды сол қалпында қабылдау керек. Яғни бір ауру ретінде көру керек, әлсіз ретінде көру керек. Сіздің тарапыңыздан көмекке мұқтаж, зару еткен кісілер ретінде көру керек. Солай қарайтын болсаңыз, мәселе мүлдем өзгеріп кететін болады. Қарттардың жалпы психологиясы, бұлар өздерін қажет және маңызды сезінгісі келеді. Оларға осы сезімді берсеңіз, олар сіздің мәселеңізге араласуды азайтатын болады, тоқтататын болады. Яғни олармен ақылдасыңыз, мәселе жасаған кезде сұрақ сұраңыз, мақтаңыз. Әсіресе қонақтар келген кезде, былай айтқан кезде, подружкалары келген кезде, ұят болған кезде, сондай ситуацияларда сол кісілердің алдында мамаңызды мақтаңыз. Бірақ мақтаған кезде былай өтірік емес, шынайы мақтаңыз. Әрбір адам бойында мақтауға болатын, айтуға болатын қасиеттерді табу мүмкін. Мысалға, енеңіз плов жақсы жасауы мүмкін. Қонақтар келген кезде менің енемде ешкім плов жасамайды. Енеңіз мысалға өте ұқыпты, тазалыққа қатты мән беретін кісі болуы мүмкін. Мысалға, менің енем сияқты чиста болатын адам жоқ деп мақтауыңыз мүмкін. Яғни мақтаған кезде ол адам өзінің бойында сол қасиетті көре керек. Өтірік мақтаныштар бұлар сезіледі және адамды жақындатудан гөрі қайтаға итермелейді. Байқаңыз. Өтініш жасаңыздар, балаға қарау, немереге қарау, көмектесу бойынша, бірақ оларды жұмсап жатқан сияқты бір сезімде болмаңыздар. Маңызды. Енді ерегесіп сөз қайтару әдеті бұл көбінесе балалық шағынан қалған психологиялық травмасы бар адамдардың әрекеттері. Яғни сізде қай мәселеде мысалы спорласып қаласыз, қай мәселеде ерегесесіз, соған байланысты сіздің бір айтқан кезде жараңыз бар. Сол жараңызға тигендіктен сіз бұлай чрезмерно қатты бір реакция көрсетіп жатырсыздар. Сол реакцияңыздың салдары осындай бір үлкен ұрыс-керістерге алып келіп жатыр. Соны өз ішіңізде не істеп алу керек, шешіп алу керек. Жүрегінде тас тұрғанда деп жатырмыз, бұл жүрегіңізде тас болуы, адамдарды сүйе алмау, жақсы көре алмау, бауырыңызға баса алмау, бұл өз бойыңызда қалған бір жиналып қалған қалыптасқан реніштеріңіз болуы мүмкін. Мүмкін енеңіз сізді қатты ренжітіп қойды, мүмкін өз әке-шешеңіз, ата-анаңыз сізді қатты ренжітіп қойды, мүмкін күйеуіңіз сізді қатты ренжітіп қойды. Бойында үлкен реніші бар адамдар басқаларға ашыла алмайды, басқаларға байлана алмайды, басқалармен сүйіспеншілік құра алмайды, басқалармен дұрыс байланысқа түсе алмайды. Сондықтан осы реніш бар болса, оларды жіберуге тырысыңыз, кімге реніш жасаңыз, ол кісілерді кешіруге тырысыңыз. Әйтпесе өмірімізде осындай түрлі салаларда қинала беретін боласыздар. Соңғысы, қатты ашуланған сәтте, мысалға сөзге келісіп қалдыңыз, ерегісіп қалдыңыз, не болып жатқанын байқап жатқан кезде, біріншіден терең демалуға тырысыңыз.
мәселені ушықтандыратын әрекеттерден бас тартыңыз. Егер мәселе спорласып қалған, сөзге кесіп қалған мәселені шешу болса, сол жерде кішкене сабырлық танытып, ашу басылғаннан кейін ары қарай әңгімені жалғастырған дұрыс. Жоқ, мәселе бір-бірімізді кім-кімді қаттырақ ренжітетін болса, тогда, пожалуйста, ұрса беріңіз, ерегісе беріңіз, айқайласа беріңіз, жаман сөйлеңіз, өзіңіздің көңіл-күйіңізді құртасыз, үлкен кісіні ренжіткен боласыз. Бұл міндетті түрде күйеуіңізбен қарым-қатынасқа әсер етеді және отбасыңызды бұзып алу ықтималыңыз есе жоғарылап кетеді. Сондықтан бұл мәселелерде мұқият болу керек. Яғни мәселе шешу болса, кішкене сабырлық танытасыз, терең дем аласыз, 10-ға дейін санайсыз, іс-әрекеттеріңізді жасауға тырысасыз. Мысалы, тұрған болсаңыз отыру, отырған болсаңыз мысалы тұру деген сияқты, яғни бойыңыздағы қан айналымын өзгерту. Одан кейін енеңіз мысалға сізді ұрсып жатса, сізге бір замечание, ескерту жасап жатса, соны мұқият тыңдаңыз да, шын мәнінде айтылған сөздердің ішінде хотя бы 10%, 20% шындық бар болса, хотя бы 10%, 20% сіздің қандай да бір әсеріңіз, кінәңіз бар болса, оны қабылдаңыз. Қабылдап, кешірім сұрап, я, мам, дұрыс айтасыз, мына жерім менің дұрыс емес болған. Я, мам, дұрыс айтасыз, мынаны білмей қалдым. Я, мам, дұрыс айтасыз, кешіресіз, мынаны ойламай қалдым деген сияқты бір ауыз сөз кешірім сұрай салу, сондай бір қадам жасау үлкен мәселелерді ушықтаудан алдын алады, және сіздің өміріңізді жеңілдететін болады. Соңғысы, болып жатқан осы проблемалардың барлығын міндетті түрде күйеуіңізбен, жолдасыңызбен сөйлесіңіз, бөлісіңіз. Маған приемға келетін, қабылдауға келетін жұптарда мен соны байқаймын. Мысалға, әйелі енесімен проблемасы бар, ұзақ уақыттан бері шыдайды, күйеуіне айтпайды. Мәселе уже ушықтанып, үлкейіп, жарылған кезде күйеуі ештеңе білмей, не істерін білмей қалады да, сөйтіп әйелі кінәлі болып қалады. Бұл жерде жауапкершілікті дұрыс бөлісу үшін күйеуіңізбен ақылдасыңыз, сөйлесіңіз. Мамамен осылай проблемаларым болып жатыр, осындай мәселе бойынша түсінісе алмай жатырмыз, мен бұған қатты уайымдап жатырмын, қалай шешсек болады екен, не істесек болады екен деп, былай айтқанда шағымдану мақсатында емес, ақылдасып, мәселенің шешімін іздеу мақсатында сөйлесетін болсаңыз, бұл өте пайдалы және шын мәнінде жақсы бір жемісті іс-әрекет болады. Ал күйеу, ер кісілер бұл жерде отбасын жоғалтқысы келмесе, міндетті түрде екі жақпен де сөйлесіп, татуластыруға тырысу керек, балансты дұрыс құра алу керек. Мамаңыздың істеген іс-әрекеттері дұрыс емес болса, мам, мен сені жақсы көремін, құрметтеймін сені, бірақ мына жерің дұрыс емес, былай істеуге болмайды, мынаны кішкене байқасаңыз деген сияқты ескертулер жасауымыз керек. Өйткені Алла тағала Құранда не дейді? Әрдайым шыншыл болыңдар, шындықты айтыңдар, ақиқатты айтыңдар. Бұл ақиқатты айту жолында өз әке-шешеңіз, ата-анаңыз болса да шындықтан, әділдіктен бас тартпаңыз дейді. Сондықтан осы психологиялық принциптер ұстанатын болса, проблемалар уақытылы шешілетін болады, және біз отбасымызда бақытты боламыз. Әзірше осы, егер ойларыңыз, пікірлеріңіз бар болса, комментарий жазыңыз, сұрақтарыңыз болса, қосымша жасауыңызға болады. Сау болыңыздар, рахмет.